Hoş geldinizler. Мен өзім ойлаймын, бұрын өміріміз тек күтумен өткен екен ғой. Қай зат алатын болсақ, бір жаққа баратын болсақ, өмір тек күтумен боламыз. Мысалы, қазір бір телевизор алатын болсаң, дүкеннен барып, ана телевизорды аласың, оны қорапқа салып, оны қосып, кішкене бір 15 минут уақытта соның өзіне шыдай алмаймыз да. Давайте быстрее, я уже полчаса стою деп. Бұрын бір телевизор алу үшін бір жыл күтетін едік. Қазір холодильниктің өзін кешкі сағат 4-те доставкамен әкеліп береміз дейді. 4-тен 5 минут кетсе 100 рет звондаймыз. Где холодильникті? Бұрын сол холодильникті 2 жыл күтетін едік. Қазір бір машинаны салоннан барып аласың, қарайсың. Осының ағы бар ма дейсің. Ағы Алматыда тұр, ертең алып келеміз десе, бір күн шыдай алмаймыз ғой. Ладно, қарасын ала берейікші дейміз де уже. Бұрын 3-4 жылдап күтетіміз. Қазір мысалы үшін бір SMS біреуге жазып жібересің, қарап тұрасың. Анау жазбасақ, қайтадан ответ жібересің. Жду ответ, қайдасың, жазсайшы енді деп. Бұрын бір хат жібересің, ол хат 6 ай ан жаққа барады, 6 ай бер жаққа келеді, жауап әйтеуір 1 жылдан кейін келетін. Не деген шыдамды халық болғанбыз деймін да. Қазір ештеңеге шыдай алмаймыз мысалы. Қазір концерт уақытымен басталмай жатса, ой, не керек, улап, шулап атамыз. Қазір әйтеуір әр нәрседен бір бәле іздейміз де тұрамыз да. Бұрын мен есімде, ауылға концерт келеді. Бұрын әртістерге деген құрмет қандай еді. Концерт күтетін едік қой жылдап ол кезде де. Сағат 5-те болатын концертке сағат 4-тен барып отырып алатын едік. Әжелеріміз таң атпай шығып кететін тіпті. Мама қайда кетіп барасың десе, мен барғанша 5 болады деп жүре беретін ол кісілер. Сонда сағат 5-те емес, ана клубтың директоры шығып айтады, әртістер кешігіп жатыр, мына келесі ауылдан келе жатыр дейді. Кеш болып қалмаса біздің ауылға келеді дейді. Сонда бүкіл отырған көрермен сол адамдардың ішінен тілеп отыратын еді. Әртістер келсе екен деп отыратын. Қазір заман басқа. Біз керісінше епірте келіп аламыз. Біз ойлап отырамыз, сіздер келсе екен, көрермен келсе екен қазір. Көрерменнен қорқатын болдық та, бұрын әртістер келмей қалды, қазір көрермен келмей қалды. Сосын ана тесік местерден қарап тұрамыз. Сіздерге қарап тұрсақ, сіздер келіп отырып жатасыздар. Әртістер келіп жатыр. Әртістер секілді келіп жатасыздар да біздер. Біз ана жерде тығылып, бұрын әртістерге қарап киінеді, қазір сіздерге қарап киінетін заманға жеттік та. Бірақ қандай заман өзгерсе де, біздің театрымызға деген махаббаттарыңызға лық толы зал. Рахмет сіздерге. Ардақты ағайындар, құрметті көрермендер. Аман болайық.